Ассаламу алейкум, сіздерге өте дәмді маш сорпасын даярлап көрсетемін. Ең алдымен 200-250 грамм машымызды жақсылап жуып, 3-4 сағат бұрын жылы немесе ыстық суға салып қойыңыздар. Маш жібіп ісінгенше. Маш жібігеннен кейін 3-4 сағаттан соң асымызды даярлаймыз. Керекті азық-түліктің мөлшерін төменгі жақта толық жазып қалдырамын. Қазанымызға 50 мл өсімдік майын құямыз да 400 грамм тауықтың етін кез келген, менде суп наборын алдым. Саламызда қазанда қуырамыз. Және де 3 немесе 4 сарымсақты езіп, немесе теңдей ортасынан бөліп, қазанға салып, майға тауықтың етімен бірге қуырамыз. 5 минут өткеннен кейін сарымсақты алып тастаймыз. Егер сіздер сарымсақты жақсы көретін болсаңыздар, сол қазанда қалдыра берсеңіздер болады. Сарымсақты алып тастаймыз. Енді бір туралған, майда етіп туралған пиязымызды саламыз. Тағы да 1-2 минут қуырамыз. 2 минут өткеннен кейін болгар бұрышын, сәбізімізді майда 4 бұрышты етіп туралған және картобымызды саламыз да тағы да 5 минут қуырып аласыздар. Және томат пастасын немесе жаңа езілген қызанақтың соусын, 1 ас қасық ащы қызыл бұрыш соусын немесе жай қызыл бұрыш ұнтағын салсаңыздар болады. Кішкене ғана қасықтың ұшымен. Мұнда мен 1 шай қасық соусын салдым. Егер ашын жақсы көрсеңіздер, молынан салсаңыздар болады, татуына қарай. Кейін 2,5 литр суымызды құямыз. Сулы болған қаласаңыздар, егер қою болған қаласаңыздар, 2 литр су құйсаңыздар болады. Татуына қарай тұзын, бұрышын саламыз да қазанымыздың бетін 30-40 минутқа жауып қалдырамыз. Орташа оттан сәл төмен отқа қойсаңыздар болады. Маш толықтай жарылып, жұмсақ болып піскен кезінде қазанымыздың астын өшіреміз де дастарханға ұсынсаңыздар болады. Ас мәзірі ұнаса, YouTube арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Löпілдеріңізді аямаңыздар, сіздерге оңай, маған еңбегімнің жемісі. Баршаңызға ас болсын. Қолдауларыңызға көп рахмет, аспаз анадан. Келесі ас мәзірінде жолыққанша сау болыңыздар.